Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін беттегі әжімді үй жағдайында қалай кетіруге болатынын айтатын боламын. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бетке әжімнің ерте түсуі кімді болмасын ойландыратыны сөзсіз. 15-20 жас аралығында пайда болған әжімдер ерте түскен болып саналады. Ал 20 жастан асқанда әжім көздің айналасына түсе бастайды. Өкінішке орай, адам жасы ұлғайған сайын әжім де тереңдей түседі, әрі беттің әрін кетіреді. Әжім әртүрлі себептерден пайда болады. Ал одан қалай құтылуға болады, ол үшін не істеу керек? Сіздермен бірге осының жауабын қарастыратын боламыз. Әжімді кетірудің бірден-бір жолы уақытты өткізіп алмай, дер кезінде әрекет жасау. Ең алдымен, әжімдерді қарапайым тұзбен кетіріп көріңіз. Ол үшін бір шай қасық тұзды 1 стакан суға араластырыңыз. Дайын болғанда тұзы суға мақтаны малып, бетке және мойынға қойыңыз. Осылайша мақтаны бетте бірнеше минут ұстаңыз. Жай ғана сыртынан ұрғылап отыруыңызға болады. Сонымен қатар лимон маскасы. Жұмыртқаның сары уызын алып көпіргенше қозғаңыз. Оның үстіне лимон шырынын және 1 шымшым тұз қосыңыз. Барлығын жағысылап араластырып, бетке жағыңыз. 15 минуттан соң жылы сумен бетті жуып, нәтижесіне көз жеткізіңіз. Екінші, жұмыртқаның сары уызы мен май қосылған маска. Ең алдымен майсына немесе камфор майынан жарты шай қасық алып, жұмыртқаның сары уызымен араластыру керек. Дайын болған қоспаны бетке жағып, 10-15 минуттан соң жылы сумен жуасыз. Бұл маска енді ғана түсіп келе жатқан әжімдерді кетіруге жақсы көмектеседі. Үшінші маска – бал қосылған маска. Жұмыртқаның сары уызы мен 1 шай қасық бал және 1 шай қасық глицеринді араластырып маска жасаңыз. Артынан жылы сумен бетті шайып тастайсыз. Бұл масканың әжімді кетіруде пайдасы мол. Достар, осымен видеоның соңына да келіп жеттік. Видео сіздерге ұнады деген ойдамын. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.